Құрметті ағайын, мына жаңалыққа жайлап еттеріңізді, құлақтарыңызды үйрете беріңіздер. Келесі жылдан бастап біздің жаңағы алған жалақымыз, жасалған шығындарымыздың бәрі үкіметтің бақылауында болады. Сіз жаңағы бір шетелге ұшатын болсаңыз, ұшақтың бағасына дейін, жаңағы барып қонатын қонақ үйіңізге дейін, ем алатын, дем алатын жеріңізге дейін барлығы үкімет бақылауда ұстайды. Қандай көлік алдыңыз, не саттыңыз, не алдыңыз, жалпы. Бір сөзбен айтқан кезде, бұл сіз 500 мың жалақы алсаңыз, егер сіздің шығыныңыз 600 мың болып кетсе, үкімет сізден сұрайды: 500 мың қайдан, 100 мың қайдан шықты? Сенің жалақың 500-ақ мың ғой, 100 мыңды қайдан алып салдың деп. Осыған есеп беретін боламыз. Бір сөзбен айтқан кезде, сіздің жегеніңізді, ішкеніңізді, тышқаныңызды үкімет бақылайды деген сөз ғой. Жарайды, енді үкіметке ешқандай енді өзінің заңдарына ешқандай қарсылығымыз жоқ, төлейміз, басқа амал жоқ. Бірақ бір ғана өтініш: біздің конституциямызға мемлекет елімізде жалғыз тіл, ешқандай тілді қосарластырмай қазақ тілі деп бекітіп берсеңіздер, және де сол конституцияға жер сатылмайды деп кәдімгідей нақты жазып берсеңіздер, алаңдамай төлейтін екенбіз. Осы налогында, салығында, басқасында. Мен өз ойым жеке. Өйткені не қазір не қазақ емес, не толық орыс емес, екі ортада жүрміз да. Әйтеуір таза бәрі қазақтап жазып берсеңіз, төлеп атқан налогыңа да, жаңағы салығыңа да, штрафыңа да өкінбейсің ғой. Әйтеуір қазақ үшін, тіл үшін, ел үшін төлеп атырмыз деген секілді. Ойларыңызды жазып кетіңіздерші, сіздер қалай ойлайсыздар? Енді қазақстандықтардың айлық кірісі мен шығыны жіті бақылауға алынды. Яғни кімнің қанша табыс табатыны, қандай мүлік, тауар сатып алғаны, шетелге қаншалықты жиі шығатыны, тіпті билет бағасына қатысты мәлімет те бірыңғай дерекқорға біріктіріледі. Егер түскен қаржы мен жаратылған ақшада алшақтық болса, салық органдары әр тиынның есебін сұрайды.